Осы сабағымызға дейін араб тілінің әріптеріне қатысты керекті мәліметтерді үйрендік. Одан әрі сөйлем құрауды үйренеміз. Бүгінгі бірінші сабағымыз сілтеу есімдігі. Жанында немесе жақын арада тұрған затқа, не адамға қолданылатын сілтеу есімдігіміз هذا هذه мағынасы бұл дегенді білдіреді. هذا هذه Деп сілтеп нұсқап көрсетеміз. Екеуі де бір мағынаны бұл дегенді білдіреді. Бірақ هذا деп ер тегіндегі сөздерге қолдансақ, هذه деп әйел тегіндегі сөздерге қолданамыз. Әйел адамға, қыз балаға هذه дейміз. Ал заттардың қалай әйел тегінде тұрғанын білеміз десек, оның белгісі сөздің сонындағы мына та марбута. Яғни сөздің сонында та марбута келсе, ол әйел тегіндегі сөз дегенді білдіреді. Ал та марбута келмесе, ер тегіндегі сөз болып табылады. Бірақ кейбір белгілі сөздерді қоспағанда, ол сөздерді кейін қарастырамыз. Енді мысал келтіріп кетейік. هذا طالب Бұл студент. هذه طالبة Бұл студент қыз. هذا معلم Бұл мұғалім. هذه معلمة Бұл мұғалім апай. هذا حسن Бұл Хасан. هذه عائشة Бұл Айша. هذا حاسوب Бұл компьютер. هذه نظارة Бұл көзілдірік. هذا هاتف Бұл телефон. هذه محفظة Бұл әмиян.